Ресейдің алтын қауырсындары Нұрсұлтан Назарбаев жайында кітап шығарды. Жаңа туынды жасампаз Нұрсұлтан Назарбаев Ресейден көзқарас деп аталады. Ресейдің ең танымал жазушылары, журналистері, белгілі саясаткерлері, ғалымдары, тіпті ғарышкерлері қазақ елінің көшбасшысы Нұрсұлтан Әбішұлы жайындағы ой толғауларын қағаз бетіне түсірді. Кітап Қазақстандағы Ресей елшілігінің, еліміздің сыртқы істер министрлігі және Ресейдің журналистер одағының қолдауымен жарыққа шықты. Мәскеудегі тілшіміз Руслан Оспан жалғастырады. Жаңа кітап өзге туындылардан ерекше екені бірден көзге көрініп-ақ тұр. Өйткені бұл кітапты орыстың белгілі жазушылары, Ресейдің алтын қауырсындары деген атаққа ие журналистері, көрнекті саяси және қоғам қайраткерлері жазды. Ресейдің бетке ұстар элитасының бір тұлға жайында жазған ойлары бір жерден табылып жатқаны, қазіргі ақпараттық кеңістікте бола бермейтін сирек кездесетін құбылыстардың бірі деп айтуға болады. Жазу әдісі өмірге деген көз қарастарымен, тіпті мінездерімен ерекшеленетін азаматтарды Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті біріктірді. Мұндай қасиет тек Нұрсұлтан Назарбаевта қана бар дейді ресейлік жазушылар. Туынды өте оңай жазылды. Нұрсұлтан Назарбаев сынды тарихи тұлға жайында кітап жазу кез келген журналист үшін абырой, әрі артылған үлкен сенім деп білеміз. Қаламгерлер Нұрсұлтан Назарбаевты жаңа қырынан көрсетуге тырысты. Кітаптың мазмұны өте қызықты әрі бай. Авторлардың еңбегі көрініп-ақ тұр. Әрбір сөйлемде, фотосуретте Нұрсұлтан Назарбаевқа деген ерекше ықылас, құрмет сезіледі. Ресейдегі Қазақстан елшілігінің қолдауымен жарық көрген 400 беттік басылымда Ресейдің сыртқы істер министрі Сергей Лавров, Татарстан мен Ингушетияның тұңғыш президенттері Руслан Аушев, Ментемір Шаймиев, Мәскеу мемлекеттік университетінің ректоры Виктор Садовничий және 30-ға жуық Ресейдің бетке ұстар азаматтары өз тілектерін білдірген. Олардың ішінде ашық ғарышқа тұңғыш шыққан ғарышкер Алексей Леонов та бар. Удивительно в то время. Нұрсұлтан Назарбаевтың бойында адамдарды біріктіре алатын ерекше қасиет бар. Ол әртүрлі ұлттардың басын қосқан, тіпті құрлықтарды біріктірген жасампаз басшы. Қазақ халқының бақытты болуы үшін қолынан келгенді істеп жатыр. Әсем қала Астананы салдырған еңбегіне ерекше тоқталып, қызғана да айтар едім. Керемет шаһар пайда болды. То, что он построил Астану. Жалпы кітап 3 бөлімнен тұрады. Всеволод Богданов, Валерий Симонов, Кирилл Привалов сынды Ресейдің бетке ұстар 8 қаламгері, шолушылары, көркем сөз шеберлері Нұрсұлтан Әбішұлы жайында өз ойларын ортаға салды. Айта кету керек, авторлардың көбі елбасымен жұмыс бабымен кездескен, немесе кезінде сұхбат алған адамдар. Сондықтан болар олардың шығармалары дипломат, реформатор, жерлес, одақтас деп аталады. Бог мой, сколько у нас тоже было реформаторов. Бізде қанша реформатор болды және бар. Оларды барлықтарыңыз білесіз. Олар бір қадам алға, екі қадам артқа жасайтын, жан-жағына үрейлене қарайтын реформаторлар. Нұрсұлтан Назарбаев болса, ол реформатор. Көрегендігімен ерекшеленген тарихи тұлғалардың бірі, айтқан сөзінде тұратын, ең алдымен өз халқын, елін ойлаған, кез келген тығырықтан жол таба білетін нағыз көшбасшы. Нұрсұлтан Әбішұлы ядролық қарудан өз еркімен бас тартқан басшы ретінде тарихқа енді. Осындай маңызды қадам жасалмаса, Қазақстан ядролық қуатын сақтап қалу үшін бүкіл қуатын соған жұмсап, қиындықтарға белшеден батар еді. Біз мұны уақыт өткен соң түсініп отырмыз. Нұрсұлтан Назарбаев болса, бұл мәселені 20 жыл бұрын білген. Кітапта кең байтақ қазақ елінің жаңа тарихы жайында жан-жақты баяндалған. Ғарышты игеруден бастап ұлттық дипломатияның қалыптасуы, ядролық қарудан өз еркімен бас тарту, арман қала Астананың дүниеге келуі, Еуразиялық экономикалық одақ сынды ғасыр жобасының жүзеге асырылуы секілді Қазақстанның ішкі және сыртқы саясаттағы жетістіктері, гүлденген көп ұлтты қазақ елінің дамуы Нұрсұлтан Назарбаевтың салиқалы саясатымен тығыз байланысты дейді ресейлік қаламгерлер. Оның Мәскеу мемлекеттік университетінде оқыған лекциясы сол кездегі ғалымдарды таң қалдырды. Нұрсұлтан Назарбаев көрегендігімен ерекшеленген тұлға екенін уақыттың өзі дәлелдеді. Еуразиялық экономикалық одақтың дүниеге келуімен Нұрсұлтан Назарбаевтың арманы орындалды. Ол еңбек адамы, халықты сыйлай білетін, туған еліне, қазақ жұртына адал қызмет етіп жүрген Нұрсұлтан Назарбаев инвесторларға да жағдай жасап отыр. Ашық әрі түсінікті ережелердің нәтижесінде Қазақстанда өте қолайлы инвестициялық ахуал қалыптасты. Ресей астанасында кітаппен танысқан алғашқы оқырмандар жарық көрген еңбекке оң бағасын берді. Руслан Оспан, Тимур Алтынбаев, 7 күн, Мәскеу.
Нұр Отан партиясының қатарына жаңа танымал